Шығыс даналығы, бақыт байдада, кедейде де емес, қанағатшылда. Мейлі асқан бай бол, мейлі асқан өнерлі бол, мейлі жай біреу бол, бәрібір ақырында ақ кебінге оранып, суық жер астына кіресің. Мейлі кім болсаң, сол бол, соңында бәрің ұқсас боласың. Бай қанша ақшалы болса да, ақшасымен денсаулық сатып ала алмайды. Өнерлі қанша өнерлі болса да, өнерімен періштені алдай алмайды. Ал бақыт деген нәрсе байға да тән емес, кедейге де тән емес, ол қанағатшылға тән. Шүкірлік етуші адам, бақытты адам, оның көңілі де тыныш өтеді. Шындығында бай дегеніміз ақшасымен дүниесі көп адам емес, бірақ қолындағы барына риза адам. Бұл өмірде дініңді дұрыс бақ, ал дінді дұрыс бақпаған адамның қоя алмайтын екі кеселді нәрсесі болады. Оның бірі ақша болса, енді бірі сезім. Біреулер ақша үшін таң сәріден параға кіріссе, біреулер ақша үшін құл болады, бәрін істейді. Тағы біреулер сезім үшін жүрегін жарса, және біреулері сезім үшін өмірде сарғайып өтеді. Ал ақырына барғанда ақшасы да қалады, сезімі де сөнеді. Оларды ешкім көріне бірге әкете алмайды. Ақшаң өміріңе жеткілікті болса, соған шүкірлік ет, көп болса, тіпті де шүкірлік ет. Ал сезімің шын махаббат болса болғаны, соған бәрекелді болсын. Жылыт-жылыт еткен алып ұшпа елес сезімге еріп, өзіңді де, өзгені де зияндама, жарыңа адал бол. Шын оянғанда нәпсілік сезіміңнің өзіңді қалай алдағанын біліп, ол үшін қатты өкінетін боласың. Бұндағы маңыздысы адамның қанағат деген асыл ұғымды түсіне білуі болмақ. Өзіңе тән емес нәрсеге таласпа, оны қума, ол өзге біреуге тән. Қолың жетпеген нәрсені қоя сал, бұл да бір даналық. Ризығың жайлы алаңдама, ол алдын ала бөлініп қойылған. Өз үлесіңе риза бол, оны салыстырма, салыстыру шүкірсіздікке бастайды. Ал жарамайтын іске бола көңілсіз болма, татымайтын адамға бола қинала берме. Қазіргі көз алдағы уақытыңмен қолыңда барды аяла, оларды қадірлей біл, сонда бақытты сезінерсің. Біреулер ашкөздікке салынып жүріп, бақытты жоғалтып алады. Біреулер қатты істеймін деп жүріп, денсаулығын жоғалтып алады. Тағы біреулер күмәнқорлыққа салынып жүріп, сенімін жоғалтып алады. Міне осы ақылдарға көп көңіл бөлсең, өмірің қарапайым, жеңіл және жайлы өтер. Шығыс даналығы.